Қажылыққа жинаған ақшасын мешітке берген. Арманына жете алмай кетті. Адам ниетімен күтпеген жерден көптеген игілікке кенеледі. 82 жасты алқымдаған қымбат апаның ерлікке бергісіз игі қадамынан кейін бұған тағы көзіміз жете түсті. Ол кісімен сұхбаттасу барысында жақсы істің қарымы тек жақсылық екенін ұғындық. Кейіпкеріміздің күтпеген жерден қажылыққа барған оқиғасы көп ой салды. Ғибратты оқиғаны қымбат апаның бізге айтып берген әңгімесімен сабақтайық. Құлыным, ол құлыным, алтыным деп сөйлегені жүрекке ерекше жылулық сыйлайды. Өзіңіз жақсы білесіз ғой, қажылыққа бару әрбір мұсылманның ұлы арманы. Әр адам арманына жету үшін адалдан тірнектеп теңге жинайды. Бізде үйдегі атаңмен бірге ұлы сапарға ниет етіп, айлық алған сайын белгілі бөлігін қажылыққа бөліп отырдық. Бірнеше жылдан кейін үлкен қажылыққа қажетті 2 миллион теңгенің басын құрап қуаныштан төбеміз көкке жетті. Бір күні отағасына үйіміздің тірегі де, жүрегі де сіз, біз сіздің арқаңызда алаңсыз өмір сүріп келеміз. Ұлы сапарға әуелі өзіңіз барып келіңіз. Одан кейін Алла нәсіп етсе, кезек маған келер, дедім. Ол ерекше риза болды. Біз ер азаматын ерекше қадір тұтқан халықпыз ғой. Ер азаматының разылығын алған әйел Алланың разылығына бөленеді. Мұны жас келіндерге үнемі айтып жүремін. Ұл мен қыз ата-анасының разылығын алса, Алланың мейіріміне кенеледі. Сол секілді әйел өзінің Құдай қосқан қосағын разы етсе, Алла да оған разы болады. Сонымен үйдің отағасы үлкен сапарға ниет етіп, әне-міне барам деп жүргенде Құдайдың қалауымен мәңгілік сапарға аттанып кетті. Пенде болған соң ішімізді өкініш өртеді. Тағдырға иман еткен мұсылман ретінде әрбір істің қайырын сұрап сабыр еттік. Көз жасымызды құрғатып өзімізге келе бастағанда үлкен ұлым ажал құшты. Тас түскен жеріне ауыр дегендей бұл сынақ мені есеңгіретіп жіберді. Алайда Құдайға деген сенім, жүректегі иман басқа түскен істі төзіммен еңсеруге көмектесті. Қазаға көркем сабыр ету Алла елшісінің сүннеті. Пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, расында нағыз сабыр ету алғашқы соққыда, яғни қаза алғаш келген сәтте болады деген. Мұсылман баласы ең жақын адамынан айырылған сәтте барлық жаратылыс Аллаға тән екеніне түбінде оған қайтатынымызға кәміл сеніп, көркем түрде сабыр ету керек. Ал сабырсыздық таныту, дауыс көтеріп, Аллаға ұнамсыз сөз айту надандықтың белгісі. Біздің көзімізден шыққан жас мейірімнің көз жасы еді. Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, ұлы Ибрахим қайтыс болғанда көз жасына ерік берген екен. Сонда қасындағы сахабалар, «Уә Алланың елшісі, сіз де жылайсыз ба?» дегенде, шын мәнінде бұл мейірім жасы. Расында көз жылайды, жүрек қайғырады. Алайда Раббымызды разы ететін сөзден басқа ештеңе айтпаймыз. Расында сенен айырылғанымызға
Біз қайғырамыз, уә Ибрахим, деп жауап берген екен. Біз де пайғамбар сүннетін ұстанып, көркем сабыр етуге тырыстық. Мешіт құрылысына 2 миллион теңге. Осы ауыр оқиғадан кейін қажылыққа жиған қаражатты қайда жұмсаймыз деген сұрақ мазалады. Демікпе, астма дертіне шалдыққаныма біраз болған. Оның үстіне тіземде шыдатпайды. Сәл жүрсем қатты ырсылдап, демікпем асқынып, тізем бастырмай кетеді. Ақылдасу барысында ұл-қыздарым менің осы жағдаймен қажылыққа баруыма қатты алаңдады. Емханада дәрігер болып қызмет ететін келінім тіпті қарсы болды. Ол менің денсаулығыма дәрігердің көзімен қарап, өзінің кесімді пікірін білдірді. Бірақ бәрі көңілімді қимайды. Оны аналық жүрекпен сеземін. Өзімде үлкен сапарға шығуға жүрексініп жүрдім. Бірақ мәңгілік арман болған қажылық парызын өтеу маза берер емес. Көңілім елең-алаң күйде еніп, бір шешімге келе алмай жүрген сәттерде қаладағы мешіт құрылысы жұмысының баяулап қалуы бізге қосымша уайым болды. Өзіңіз жақсы білесіз ғой, солтүстік өңірге мешіт салу керемет жеңіс, үлкен олжа. Мешіт құрылысы тоқтап қалды деген хабар жүрегімізге батты. Осы кезде біз де қарап отыра алмадық. Қолдан келер қандай амал бар? Ұлдарыммен ақылдаса келе, үлкен қажылыққа деп адалдан жинаған 2 миллион теңгені Алланың үйіне жұмсауды ұйғардық. Сөйтіп, қолда бар 2 миллион теңгені толық мешіт құрылысына бердік. Осыдан кейін көңілім жайланып, әп-сәтте мазасыз ойдан арылдым. Екі иығымнан ауыр екі жүк түскендей жеп-жеңіл боп, ерекше қуаныш сезімге бөлендім. Бұл да үлкен сауапты іс қой. Бір қайыры болар деген ой жүрегіме тыныштық сыйлады. Аллаға шүкір, шын мәнінде исламға шынайы ниеттің орны ерекше ғой. Әйтпесе, үлкен мешіттің құрылысы үшін 2 миллион теңге дегеніңіз құмға сіңген судай емес пе? Алла үшін амалдың үлкені не, кішісі маңызды емес. Ең бастысы шынайы ниетпен орындалған амал маңызды. Біздің кішкентай амалымыз үлкен істерге ұйытқы болып, үлкен мешітіміздің құрылысы қарқын алды. Аллаға шүкір, көп ұзамай сол құлшылық үйі Петропавл қаласындағы мұсылман жамағатының игілігіне берілді. Ол жерде қазір үздіксіз Құран мен намаз оқылып, жастарға рухани тәрбие берілуде. Қаншама рухани дәрістер жамағаттың көкірек көзін ашуда. Осынау ұлы істердің ұлы сауабында біздің де кішкентай үлесіміз бар шығар деген үміт жүрекке қуаныш сыйлайды. Күтпеген тосын сый. Арадан аз уақыт өткенде қасиетті Рамазан айы келді. Бас муфти біздің өңірге арнайы келіп, ауызашар дастарханын жайды. Рухани кеште әйел жамағат атынан маған сөз берілді. Барша мұсылман қауымын Рамазан айымен құттықтап, игі тілегімді білдірдім. Іле-шала бас муфти, қымбат апа, біз сіздің ерлікке бергісіз ерекше сауапты амалыңыз жайлы естідік. Бұл қадамыңыз ерекше әсер етті. Алла тағала сізді өзінің үйіне қонаққа шақырып тұрған сияқты.
Құдай қаласа, біз сізді демеушілердің көмегімен үлкен қажылыққа жібереміз, деп арнайы қажылық сертификатын табыстады. Күтпеген жерден болған тосын сыйға жүрегім жарылып кете жаздады. Сертификатты алған түні таңға дейін ұйықтай алмадым. Көкейді тескен бір-ақ сұрақ: қажылыққа бара алам ба, жоқ па? Барайын десем, денсаулығым жарамайды. Бармайын десем, арманым орындалмай, мына өмірден өкінішпен өтіп кетем бе? деген ой маза бермейді. Бір күні бауырларым келіп, бұл да Құдайдың қалауы шығар. Қажылыққа екінің бірі бара бермейді. Тек Алланың қонақтары ғана Қағбаны көреді. Алланың шақыртуын қабыл алып, тәуекел етіп жолға қамдан. Мұндай мүмкіндік қайтып келмес бәлкім. Дәрігер келініңмен бірге барып қайтсаңшы, деді. Осы сөз жетпей тұрғандай жігерленіп кеттім. Ұлы сапарға баруға ниет еттім. Көзімнен жас тоқтар емес. Қасиетті жерге табаным тиіп, Қағбаны көргенде тіпті көз жасымды тия алмадым. Осындай шексіз нығметті нәсіп еткен Аллаға шүкірлік еттім. Бір компаниямен барған қазақтың жас жігіттері келінімнің қолын қоларбаға тигізбей, біз де сауаптан құр қалмайық деп кезек қажылық рәсімдерін жасауыма көмектесті. Алла разы болсын. Жастардың ілтипаты мен ізетіне ерекше риза болдым. Мейірім төгілген Мекке, Мәдина сапарынан алған әсерімді сөзбен жеткізе алмаймын. Өйткені сөзім жетпейді. Осылайша Алланың жәрдемімен қажылық парызын орындап келдім. Алла тағалам бізді мешіт салудың және қажылыққа барудың сауабынан құр қалдырмаған шығар деген үміттемін. Апаның көңілі тағы да босап кетті. Қажылық сапарға баруыма себепкер болған бас муфтиге, демеуші азаматтарға айрықша алғысымды жеткіземін. Алланың нұры жаусын. Сіздерге, жастарға айтар аналық ақылым: құлшылықты жас кездеріңде көбірек орындап алыңдар. Жастық шақты жақсы істерге арнау керек. Сонда оның жемісі мен берекесін көресіздер. Ең бастысы, отбасыңды нық ұста. Отбасыңа тірек болсаң, шаңырағыңды шайқалтпасаң, еліңе бергенің сол болар. Жолдасыңды ренжітпей, ұл-қыздарыңды ұлттық тәрбие мен имандылықпен көсегесін көгертсең, нағыз азамат боласың, алтыным. Бұл Алланың өз еліңнің алдындағы үлкен аманат. Аманатты арқалай білген азамат бол. Қымбат апа сөзін аналық кеңесімен түйіндеп, батамен бітірді. Біз де осы тұстан кілт тоқтап әумин дейміз.